Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз ағашты баптаудағы ағашты қырқу, яғни ағашты шырпу. Бүгін осы видеоны түсіру үшін арнайы Алматы қаласы Боранбай ауданының Ал-Азим мешітінің бас имамының ұсынысымен, шақыртуымен осы алма ағаштарын кескелі тұрмыз. Ағаштарды сол кесу барысында арнайы видео кесу келген кездегі ең бірінші құралдар, яғни біз қолмен кеспейміз, балтамен шаппаймыз, пышақпен кеспейміз. Сол үшін арнайы құралдар бізге қажет болады. Оның бірі мынау үлкен қайшы, одан кейін мынандай кішкентай ара қажет болады. Одан кейін кішкентай араларымыз бар. Одан кейін мынандай қайшыларымыз бар, секаторларымыз. Мынандай. Сосын тағы да ағаштарды комбиін тексеріп көру үшін мынандай арнайы пышақтарымыз бар. Бұны садовый пышақ деп айтады. Ал онда бірінші біз бастайтынымыз мынау алдымызда тұрған алма ағашы. Алма ағашы ешқандай мына жерде ешқандай кесу жұмыстар жүргізілмеген. Бұл жұмыстарды, бұны ағаштарды өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай көшет кезінен ешқандай баптауды көрмеген. Яғни өйткені мынау құрылысы, қаңқасы дұрыс емес. Соған байланысты біз бұған көмектесетін боламыз. Ал не үшін біз қырқу жұмыстарын, алма ағашты қырқуымыз керек, жалпы ағаштарды біз не үшін қырқуымыз керек деген сұраққа келетін болсақ, оның түрлі себептері бар. Оның біріншісі санитарлық кесу деп айтады. Өйткені санитарлық баптау дегеніміз ішіндегі ауру, әлсіз, сосын сондай бұтақтарды, сондай сабақтарын кесу. Одан кейінгі тағы да келетін ол декоративтік, яғни өзінің мысалы алма ағаштың жалпы несін сұлбасын дұрыстауға арналған бағыттар. Және сосын структуралық, яғни қаңқасын дұрыс қалпына келтіретін кесулер де бар. Яғни ол қазір содан бастайтын боламыз біз. Одан кейін тағы да үлкен жасы келген ағаштарды кішкене өзінің тағы да бір екінші рет бір ояну үшін, екінші демін ашқызу үшін сондай да бір кесулер жұмыстары жүргізіледі. Ал енді мынандай ағаштарда, мынандай төбеде жеміс ағаштар қалатын болса, мынандай төбедегі, яғни бұларды міндетті түрде алып тастаған дұрыс. Өйткені бұларда міндетті түрде инфекциялар одан қыстап шығатын болады. Келер жылға бұл инфекцияны көздеп саламыз. Сол үшін мыналарды біз бірінші теріп алып тастауымыз керек. Ішіне қарап, яғни жалпы алма ағашының жалпы сұлбасын ішіне қарап өскен бұтақтарды алатын боламыз. Яғни ол қайсы дегеніміз? Ол мына жерде біреуін көріп тұрмыз міне. Осыны бұлай кесіп алып тастаймыз. Одан кейін мынау ішіне қарап өсіп жатыр. Бұны алып тастаймыз. Сосын мына жерде тағы біреу ішіне қарап өскен. Бір-біріне не үшін кесеміз бұлар ішіне қарап өскен? Өйткені бұған күн сәулесі түспейтін болады. Сосын арасына жел өтпейтін болады. Сосын ол жерде түрлі ылғал көп болғандықтан түрлі аурулар пайда бола бастайды. Оны алма ағашын біздің ерте қартайып, ерте тұрмыс тіршілігін тоқтатуына әкеп соғуы мүмкін. Қарасаңыз, мына жерде екі не тұр. Мына жерде екі белсенді не тұр. Лидер тұр, екі көшбасшы тұр. Соны біз мына жерде біреуін қалдыруымыз керек. Екеуін біреуін қалдырғанымыз абзал. Өйткені екі бір-біріне қатты бәсекелес болып тұр. Бұл жерде қорекке де бәсекелес болады. Сосын төбесі де бір-біріне қатты бәсеке. Мына жерде өйткені күн сәулесіне қатысты, жалпы күннің желденуіне байланысты қандай мәселелер туындайтын болады. Сол үшін қазір біреуін қалдыруымыз керек. Оған дейін біз ішке қарап өскендерді алып тастайық. Сосын ішке қарап өскен, сосын бір-біріне тиетін, бір-біріне үйкелетін. Оларды бізге қажет емес. Оларды алып тастауымыз керек. Менің ойым, қазір мына жердегі мынау екінші кішкене әлсізде біреуін алып тастасам деген ой келіп тұр. Егер мына жеріміз кесетін болсақ, мына төмен қарап құлаған кезде қабығын жыртып жарақаттап жіберуі мүмкін. Сол үшін біз оны екі тәсілмен кесуімізге болады. Қазір мен бірінші жоғары жағын алып тастауды көрсетейін. Мына жағын кесетін боламыз. Мына жерде ешқандай тігісі өте жақсы мына жерде. Сол үшін біз тігісіне тиіспеуіміз керек. Мына жерде
астын кесіп алып осылай қалдырамыз. Мына жерде енді бір ешқандай бәсекелес жоқ. Так, енді бізге тағы да керек емес болып тұрған ағаштың бірі, бұтақтың бірі. Так, мына жерде так. Сосын тағы да екінші мәселе, төбе қарап жоғары өскен бұтақтарды аламыз. Міне, өйткені жоғары өскен бұтақтардың өнім бергіштігі төмендеу болады. Сол үшін біз бұны төменнен алып тастайтын боламыз. Бұл екінші ережесі. Ішке қарап өскеннен кейін жоғары қарап өскендерді алып тастау керек. Мынау да бір-біріне тиіп жатыр. Сол үшін бұны біз қарап жібере салайық. Мен жалпы мына жерде қатты бір-біріне тиіп, мына жерде көрдіңіздер, мына жерде қандай бір-біріне үйкелу барысында қандай мына жерде жарақат пайда болған. Осыны көре беруге болады, бір-біріне үйкелуге. Кезінде ол жас шыбық болды. Оны ешкім елемеді. Сол үшін мынандай жағдай жетті. Мына кішкене осы жерден түрлі бактериялық, сосын саңырауқұлақтық аурулар пайда бола бастайды. Сол үшін біз менің ойым бұны алып тастай саламыз. Так, бұны алдық. Ішке қарап өскен бұтақтарды алып тастаймыз. Өйткені бұның бәрі бәсекелес көп. Бұған күн сәулесі де кішкене желден төмен болады. Сосын түрлі ауруларға себеп болмау үшін біз мына жерде де бәсеке өте көп. Мына қатты салмақ түсіп тұр. Ертең бұл өсіні жуандайтын болса, мынаған қиындау болады. Салмақ. Сол үшін мына жерден біз екеуін алып тастағым келіп тұр қазір. Екі бұтақты. Өйткені олар біреу ішке қарап өскен, біреу жоғары қарап өсіп тұр. Біз бұны алып тастай салуымызға да болады. Істеп жүрміз керек. Жерде де мынау ешқандай керек емес. Мынау да ішке қарап өсіп тұр. Мынау да ертең мынаған тиетін болады. Сосын мынау жоғары қарап өсіп тұр. Бұл да керек емес бізге. Сосын мына жерде де кішкене бәсекелес көріп тұр. Ертең мына мен мына екеуі бір-біріне жеміс ағаш пайда болған кезде бір-біріне үйкелетін болады. Сол үшін мен мынаны алып тастағым келіп тұр. Так. Сосын мынаның басында да мынау төбе қарап кетіп бара жатыр. Енді оны біз жоғары қарап жей беруіміз келмейді. Біз оны жеміс салуына және жаңа ұлттық жұмыс істеуіміз керек. Сол үшін біз мынаны аламыз. Сосын мынау ертең мынаған тиетін болды. Сол үшін ол да керек емес бізге. Мынаны аламыз. Осы екеуін қалдыра салсақ болады. Мынаны былай жіберіп осылай қалдырсақ болады. Так. Сосын мынау бір-біріне конкурент болып жатыр. Мыналар бәсекелес болып жатыр ертең мынау. Сосын мынаны былай қарап бұрып жіберейін. Кішкене бойын қысқартайық. Сосын мынау да мына қатты бәсекелес болуы мүмкін. Мұнда алып тастай салайық көреміз. Сосын мына жерде бұтақтар да сол бір-біріне үйкеліп жатыр. Мына екі ағаш бір-біріне жақын ортылған. Негізі арасындағы арақашықтық дұрыс сақталмаған. Сол үшін біз қазір басқа жаққа бұрып жүрміз керек мына бұтақ арқылы. Сол үшін қазір мен кесетін болсақ,
көректі келеміз былай келеді, мынау дамитын болады. Сол үшін бізден мына жерден алып тастаймыз міне. Бұл былай қарай өседі. Мынау да жоғарыға өсіп барады, бұл да бізге керек емес. Енді мына бұтақты келеді. Мына бұтақты өте несі көп екен. Мынау да ішке қарай өскен екен. Бұл да керек емес бізге. Мынау да ішке қарай өскен екен, керек емес бізге. Так. Мына екеуі бір-біріне қатты конкурент болып тұр, бәсекелес болып тұр мына екеуі өйткені. Сол үшін мынаның біреуін кішкене болсын біз қысқартып тастай салуымыз керек. Мен оны былай ойлап тұрмын, қазір мынаны сыртқа жіберу арқылы мүмкіндік берейік біреуіне қалдырып. Так, сосын мынау бізге кедергі. Сол үшін мынаны біз қараңыз, мынаны тура жаңа жағдай, мынаны кесу арқылы былай сыртқа қарап жібереміз. Ертең мына жаққа қарап өсетін болады. Мынау ішке қарап өскен, оны алып тастаймыз. Мынау да ішке қарап өскен, оны алып тастай салады. Бізге керек емес. Мынау да ішке қарап өскен, оны алып тастаймыз. Так. Мынаның төбесіне келетін болсақ, мынаның төбесінде де екі айыр болып тұр. Оның біреуін қалдыруымыз керек. Оны біреуін ғана қалдырғанымыз абзал. Так, бізге қайсысы керек? Бізге кішкене бізге мынау дұрыс өсіп тұр, мына бұталанулары дұрыс. Қазір білуіміз керек. Апа. Ал енді мынаны кесейік. Бұл жерде жоғарыдағын өсіп кесу қатты қиын. Осындай кезде мүмкін болса сатып пайдаланған дұрыс негізі. Жоғарыда біреу ғана керек. Бір басшы ғана керек. Мынау да сол сынды жоғарыға өсіп бара жатыр. Мұны біз жанына қарап кету үшін бұны да қысқартайық. Şimdi опа. Қатты жоғары бара жатқан сияқты. Так, мұны да біз алып тастайық. Так. Опа. Мынайды басын қысап жасақ қатты өсіп бара жатыр. Өйткені ертең жеміс салатын болсам қиналмайтын, сол үшін біз бұны жасаймыз. Енді жоғары жағын кесу керек, бізге оған штангалық қайшы керек, жоғары жақ кесетін немесе саты керек болған қазір бізде. Мүмкін болмай тұр, егер болса жоғары жағында кесу керек. Сосын мына бізде бойлары екеуі бірдей болмау керек. Мынау біздің басын қысқартамыз. Өйткені біздің ортадағы орталықпен бірдей болып қалды. Сол үшін басын кішкене қазір біз алуымыз керек. Алып тастайық бұны. Кішкене 30 сантиметр төмен болу керек мынаған. Так. Дұрыс. Енді мынаны да біз сыртқа өсіретін былайықтан мына жерін алып тастап ертең бәсекелес боламыз. Мынау да ертең бәсекелес болып тұр. Мына кішкене жағын алып тастайын. Так. Сосын мына жерде. Так. Біз мына жерде мына жерде біреуін алуымыз керек қазір. Қайсыны алсақ болады? Так, мынаны алатын болсақ. Мынау негізі бізге мынау керек емес екен негізі. Біз негізі мынаны алып тастауымыз керек екен. Жалпы мынау бізге керек емес екен. Қазір бұны біз үш тәсілді кесумен алып тастаймыз қазір мені. Ит кеседі, бірінші сосын жоғары жақтан, кішкене жоғары жақтан кесеміз. Міне сөз оңай алынатын болады. Сосын үшіншісі өзіміз қалаған жерімізден кесе саламыз. Қалған болғанда өзінің ережелерімен
міне біз мына жерде ашылды. Ертең сыртқа қарап өсетін болады мыналар. Бұның ұштарын алып тастайық. Кішкене қатты кетіп бара жатсындар деп. Ұрпақты ойлау керек, өнім салу керек деп. Бұл да керек емес. Мына жерде бәсекелестер көп екен. Мына екеуін шештік. Мына екі мәселе мынау. Оны жарайды қала берсін. Мынау бізге кішкене мұны төмендетейік. Сосын басында алып тастайық. Өйткені бізге керек емес. Қатты биікке алып өйткені бұл майланып кетті. Ісініп кетті. Керек емес. Сосын біз бұл мынаған өсуге мүмкіндік қалдырамыз. Так, мына тиісіп жатыр. Бұған мына ағашты бөлек кесетін боламыз енді оны. Мына ағашты. Мына ағаштың біраз жағын алатын боламыз. Так. Так, шамамен осы. Кішігірім. Так, мына жерде тағы да бір кесетін жер бар екен. Мына жерде бізде түгенді қараңыз. Өте көп бұтақтар болып тұр. Оған қатты бір-біріне бәсекелес болады. Сол үшін біз бұны қазір мен мына жерін алып сыртына жіберейін. Сосын, так, мынау былай тұр. Сосын мұнда мен мынаны алып тастайын. Так, жоғары өсіп мынаған тиіп тұр. Мұнда біз мынаны қысқартамыз. Мына жерден дұрыс болды енді. Мынада басын кішкене қысқартайық. Мына басын қысқартамыз. Так, мынаның бастары. Мұнда бастарына қатты ұзарып бара жатыр. Мұнда сыртқа қарап өсуге мүмкіндік берейік. Сосын мынаны керісінше күн шығыс жаққа өсу үшін мынандай бүршіктен, почкадан мына былай жібереміз. Ертең одан шығыс қарап өсетін болады. Бір-біріне кедергі етпейтін болады. Мына бүршіктер керек емес бізге. Так. Мынада бізге керек емес кішкене бұтақтарды ала берейік. Мынада бізге керек емес. Бәсеке болады. Мынаның басы керек емес. Бұнда біз сыртқа жіберуге жұмыс етейік. Сыртқа жіберсін, мынау бізге керек емес. Бұл жақта кедергі жасайды. Сосын ананың төбесінде алу керек еді бізге. Төбесін қалай аламыз? Ой, жетпей кеткен, қолда жетпей кеткен. Сосын мына вертикально өсіп бара жатыр мынау да. Так. Біз оны былай аламыз сонда қазір. Біз қысқарту арқылы басқа жаққа жұмыс істетеміз. Так, бұны да жұмыс істетіп тұр қазір. Опа. Ана жер кішкене дұрыс болмай қалды, қолым жетпей қалды. Негізі кішкене төмендеу кесе керек. Осында бар тарсы. Дұрыстап жүрейік, дұрыстап өсіп бердім олар. Кедергі болмасын. Аламыз. Үлкен горизонтальда өскен. Сосын мен мынаны алып тастағым келіп тұр. Қазір мына жерден. Опа. Ух. Кеспей қалды ма? Негізі инструменттердің саймандардың өткір болған соң болу керек. Так. Сосын алда сол сияқты болып тұр екен. Алдан бізге керек емес. Былай қарап өсетін болады енді. Мынау бізде жарақатталған бұтақ екен. Бұл бізге керек емес екен бұл да. Так, мына жерде екеу тұр. Керек емес бізге. Сосын бәрін жоғары қарап өскендер алып тастай салып қоямын. Керек емес бізге. Бұлар ертең жоғары өсіп кедергі жасайтын болатын. Так, мынаның өзі қатты өсіп кеткен. Бізге бұны ертең жеміс салатын болса, мынау ертең жерге құлайтын болады. Сол үшін біз бұны кішкене болсын қысқартып қояйық мына жерден. Сосын мынаны да солай істейік. Сыртқа кететін неге жұмыс еткізейік мұнда. Мына жерде. Опа. Ертең былай қарап өсетін болады. Сосын мен сіздерге анау вегетативтік пен генеративтік андай бүршіктерді
ажырату туралы бір арнайы видео түсіретін боламын. Қайсысы вегетативті, қанша, яғни біреу қайсысы алма шығады, қайсысынан жапырақ немесе сабақ шығады деген. Мынау да так, анда просто сатып қойып, мынау да керек емес. Мынау бұларды бұл негізі төбедегі мына сабақтың дағы бір мәселе бар екен білдіреді. Негізі ол жайдан-жай өсіп кетпейтін алар. Өйткені тамырда қуат көп, төбеде мәселе болып тұрған кезде бұлар сөйтіп тамыр жанынан осындай шығарып жүреді. Бұлар бізге керек емес. Ол үшін біз алманың жоғары жақтағы мәселесін анықтаумен айналысуымыз керек. Не үшін? Не мәселе болды бұда? Аурулар ма? Не қатты кесіліп кетті ма? Өйткені жапырақтың орнын қалпына келтіру үшін осындай нәрселер шығып кетеді дейді. Бұлар керек емес. Так. Так. Оны алмақшының. Мына қазірше міне структурасы осындай болып тұр. Кішкене жайдың анда. Кішкене мәселелер қалып кеткен жерлер бар екен. Міне жалпы ағаш кесуден бастапқы сабағымыз осы. Енді ары қарап тағы да оны нақты тақырыптарды түсіре беретін боламыз. Ол біздің бірінші тақырыбымыз ағаштарды шырқуда кесудегі қолдағы. Алдағы уақытта бөлік арнайы серия ретінде бөліп түсіретін боламыз. Сұрақтарыңыз болатын болса, коммент қалдырсаңыздар болады.